саламатсыздар балалар, номер 40-та 10 есепті шығарайық. Біріншісінде қараңыздар балалар. Бірінші бөлшекте а квадрат минус 1 қалай жүктеледі? А минус 1 және а плюс 1 болып жүктеледі. Бөлімін жазып қоямыз. А минус в-ны жазып қоямыз. Көбейтілген екінші бөлшекте 7а минус 7в екеуіне де 7 көбейтіліп тұр. Шақша сыртына шығарамыз. 7адан 7 шығып кеткен кезде а қалады. Азайтылған 7в-дан 7 шыққан кезде в қалады. А минус в болады. Келесі бөлімінде а квадрат плюс а екеуіне де а көбейтіліп тұр. Бұдан да шақша сыртына аны шығарамыз. А квадраттан а шыққан кезде аның өзі қалады. Плюс адан а шығып кеткен кезде аның орнында 1 қалады. Одан кейін бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Көбейтілген алыммен бөлімнің орнын ауыстырамыз. Яғни бөлімдегі аны алымына түсіреміз және бөліміне а минус 1-ді түсіреміз. Тең қараңыздар. Қысқаратындан қысқартамыз. А минус 1 мен а минус 1 қысқарады. А мен а қысқарады. А плюс 1 мен а плюс 1 қысқарады. А минус в мен а минус в қысқарады. Сонда қараңыздар, тек қана бізде 7 қалады екен. Тең 7-ге. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісінде қараңыздар, тең мұны. Бірінші x плюс 3 квадратын жазып қоямыз. Бөлімде 2 жақшаның сыртынан шығады. 2 шыққан кезде x қалады. Азайтылған 4-тің x шығып кеткен кезде 2 қалады. x минус 2-ні береді. Көбейтілген екінші бөлшекте x квадрат минус 4 жүктеледі. x минус 2, x плюс 2 болып жүктеледі. Одан кейін 3x плюс 9-дан 3 жақша сыртынан шығады. 3x плюс 9-дан шығып кеткен кезде 3 қалады. Көбейтілген үшінші бөлшек жазып қоямыз. 2x плюс 3, x плюс 2. Енді қараңыздар, қысқаратындан қысқартамыз. x минус 2 мен x минус 2 қысқарады. 2 мен 2 қысқарады. Одан кейін x плюс 2 мен x плюс 2 қысқарады. Одан кейін x плюс 3 пен x плюс 3-тің біреуі қысқарады. Одан кейін x плюс 3 пен x плюс 3 қысқарады. Сонда алымында бізде барлығының орнында 1 қалды, яғни 1 болады. Бөлімінде тек 3 болады, яғни 3-тен 1-ге тең екен. Ары қарай үшіншісінде қараңыздар. Бірінші бөлшекте y минус 5-тің квадратын жазып қоямыз. Алымына бөлімнен 2 жақша сыртына шығады. 2y-тен 2 шыққан кезде y қалады. Плюс 12-ден 2 шыққан кезде 6 қалады. 6 мен 2-ні көбейтінсе 12-ні береді. Көбейтілген екінші жақшада y квадрат минус 36. Бұл дегеніміз y минус 6 және y плюс 6 болып жүктеледі. Одан кейін 2y минус 10-нан 2 жақша сыртына шығады. y минус 10-нан 2 кеткен кезде 5 қалады. Ары қарай көбейтілген екінші жақшаны жазып қоямыз. Үшінші бөлшек жазып қоямыз. y минус 5, y плюс 6. Енді қараңыздар, қысқаратындар қысқартамыз. Қараңыздар, y минус 5-тің квадратының екеуі на 2 квадратпен кетеді. 2 мен 2 қысқарады. Қараңыздар, y плюс 6 мен y плюс 6 қысқарады. Енді балалар, y минус 6 мен на жерде минус болу керек. Яғни на жер және на жер минус болу керек. Сол кезде екеуі қысқарады. Сонда тең алымында 1 қалады. Бөлімінде 2-ден 1 болады екен. Балалар, төртіншісін шығарайық. Қараңыздар, бірінші бөлшекте бөлім жазып қоямыз. n плюс 3 алымында n жақша сыртынан шығады. n квадраттан n шыққан кезде n-нің өзі қалады. Плюс 2n-дан n жақша сыртынан шыққан кезде 2s қалады. Көбейтілген екінші бөлшекте 5n плюс 15-тен 5 жақша сыртынан шығады. n болады. 15-тің ішінде 5 кетіп қалған кезде 3-тен береді. Келесі n квадрат минус 4s квадрат. Бұл дегеніміз n минус 2s n плюс 2s-ның көбейтіндісіне тең. Келесі көбейтілген n минус 2s бөлінген n-ді қараймыз. Енді қысқартатын қысқарамыз. n плюс 3 пен n плюс 3 қысқарады. n плюс 2-сі мен n плюс 2-сі, n минус 2-сі мен n минус 2-сі қысқарады. n мен n қысқарады. Сонда бізде 5 бөлімде 1 қалады. 5-ті 1-ге бөлсек 5 шығады екен. Яғни осы есептерде бізде айнымалының мүмкін мәндеріне тәуелді емес, яғни барлығында тек айнымалсыз бос мүше шығатынын көрдік. Осымен 40-та 10 есеп шықты.